болашағын күттіретін жас мамандар. Бүгін колледжімізде жас мамандар декадасының ашылу салтанаты өтуде. Баршаңыз қош келдіңіздер. Қалған ұстазол күллі әлемнің нұр емес пе демекші, осы орайда ұстаздықты жүрек қалауымен таңдап, жоғары және арнаулы оқу орындарын ойдағыдай аяқтап, ортамызға келіп, еңбек жолын жаңа ғана бастап жатқан жас мамандарға қадамдарын құтты, еңбек жолдарын сәтті болсын деген тілек білдіреміз. Алғашқы сөз кезегін 108 жылдық тарихы бар колледжіміздің директоры, филология ғылымдарының магистрі Бозымбекова Динара Бұларбекқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті бүгін осындай апталықты ұйымдастырушы ұстаздар қауымы. Әрине бұл дәстүр бізде жылдары қайталанып келе жатқан, биыл енді жалауын мәрем мұратына берді деп басқарыстарды. Бұл деген колледждің ең бір үйдің фундаменті болса, колледждің де бірден бір қаланатын негізі осы мамандардың кәсіби біліктілігіне байланысты. Сіздер жақсы жаңа көрсетіп, жас маман ертеңгі бас маман деп ешкімнің алдына ешкім шығып кеткен жоқ. Осы биылғы қабылданған, жылма-жыл қабылданатын мамандардың ішінде болашақ біздің жақсы қайраткер майталман мамандарымыз тұр. Біз ол кісілерге кәміл сенеміз. Бүгін жалпы